Тамақ жейтін кезде құлшылыққа қуат болсын деп ниет қылады. Тамақ жейтін кезде құлшылыққа қуат болсын деп ниет қылады. Ондай жағдайда ол Алла тағалаға итағат еткен болып есептеледі, бейне бір құлшылық жасаған болып есептеледі. Оған не? Жаңа мубах не дедік біз? Ниет, жақсы нәрсеге ниет қылса, оған сауап жазылады дедік. Тамақ жейтін кезде ләззат алуды ниет қылмайды дейді. Қазір осы тамақты жеп мен бір ләззаттанайын деп. Оны ниет қылмайды дейді. Олай болмайды. Олай болмайды. فإن قلت لا بد من أن يتلذذ بالأكل عند الجوع فاعلم أن ذلك لا يضر إذا لم يكن يقصد التلذذ. Ал егерде қарны ашып тұрған кезде осы қарнымды қазір кішкене тойдырып қуаттанып бір кішкене ләззат алайын десе, бұл сөзде тұрған не жоқ дейді, ағаттық жоқ дейді. Бұл жерде тек ләззат мақсат тұтып тұрған жоқ, ол не? Қуат алу, аштығын басуды бір шетінен мақсат тұтып тұр. Тек қана жаңа ләззат алуды мақсат қылмаса дейді. Ал тамақтан тек ләззат алуды мақсат қылатын болса, онда ол қасиетті шариғатымызда рұқсат етілмейді.